Топырақ пен Хауа сериалы. Ер-көк ашк. Жер мен көк арасындағы махаббат сериалының мазмұны немен аяқталатынын бірге талқылайық. Жалпы бұл жердегі басты кейіпкер Юсуф, хаджы оғлы әулетінің жас мұрагері. Әйелі қайтыс болғаннан кейін, яғни ол қайтыс болған қызды әйелі ретінде алмайды. Сол кісі нәрестесі аман қалып, өзі туыт кезінде қайтыс болып кетеді. Содан отбасы, яғни анасы оны кейіннен қайта үйлендірмек болады. Яғни қайтыс болған қызды олар отбасымен бірге ұнатпайтын. Сондықтан да оны әйелі ретінде алмаған. Бірақ ол туыт кезінде қайтыс болып кетеді. Кейіннен осы уақытта оның өміріне екі қыз кіреді, яғни Топырақ және Хауа. Топырақ бұл сабырлы әрі мейірімді қыз. Хауа болса әдемі, бірақ өте ашкөз әрі өркөкірегірек болады. Топырақ өз баласынан айырылған, яғни Топырақ және Хауа олар әпкелі сіңілілер. Топырақ негізі тұрмыстағы өзі босанған нәрестесі бірнеше айдан кейін жоғары температурамен қатты ауырғаннан кейін ол қайтыс болып кетеді, яғни Топырақ өз баласынан айырылады. Үлкен қайғыны басынан өткереді. Юсуфтың анасы нәрестеге сүт ана іздейтін болады. Кейіннен осы Топырақты табады, яғни Топырақтың тәтесі Сұлтан деген кісі сол Юсуфтың үйінде қызметші болып жұмыс істейді, сол арқылы табады. Кейін ол 2-3 күн баланы қарап, әрі қарай шыдай алмайды, яғни мен ол баланы баға алмаймын деп айтады. Кейіннен біраз уақыт өткен соң тыныш әрі қауіпсіз өмір сүру үшін Юсуфқа тұрмысқа шығады, келіседі. Ал Хауа болса байлық пен жоғары әлеуметтік мәртебеге ұмтылады және Юсуфты өзіне қарату үшін түрлі айла-шарғыларды жасайды. Яғни олардың мансард үлкен үйі Каппадокияның ең жүрегінде орналасқан. Яғни кім сол жердің келіні болса, Каппадокияның бүткіл бастығы болады деп есептелінеді екен. Осылайша екі әпкенің арасында жасырын бәсекелестік басталады және сүйіспеншілік, қызғаныш, опасыздық пен жала сериалдың басты тақырыптарына айналады. Сериал адам амбициясының, өтіріктің және ашкөздіктің қандай қайғылы салдарға алып келетінін көрсетеді. Бұл жерде тек қана махаббат туралы ғана емес, сатқындық үшін қалай жауап беруге тура келетіні туралы баяндалатын оқиға. Ал сериалдың соңы қалай аяқталады десек, Хауа жасаған қастандықтары мен әділетсіздік әрекеттері үшін ақырында түрмеге түседі. Топырақ көп азап шеккен соң Юсуфтан алыс шақта өз тыныштығын, махаббатын тауып өзі жеке өмір сүреді. Ал Юсуф бәрінен айырылып жалғыз қалады және махаббат пен сенімді жоғалтады. Финал өте ауыр және эмоционалды нағыз түрік драмалық телехикаямен аяқталады. Сіздің бұл сериал туралы ойыңыз қалай? Сериал сізге ұнады ма? Комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Келесі бөлімдерде актерлер туралы ақпараттар шығарылады. Арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.